Кедей қызды мейрамханаға кіргізбеді. Сол кезде ресторан иесі келіп қызды көргенде, егер біреу маған сол кешті бір күні кедей қызды мейрамханаға кіргізбеді, сол кезде ресторан иесі келіп қызды көргенде деп әңгіме қылып айтарсын десе, сірә күлер едім. Өйткені бәрі өте қарапайым басталды. Обычный күн, ештеңе ерекше емес сияқты. Сол күні таңертең Айгерім ерте оянды. Әдетте демалыс күні болса түске дейін ұйықтап жатады. Ал бұл жолы ас бөлмеде шай қойып жүр. Пештің үстінде самаурын сияқты ыстық бу шығып жатыр. Ас үйді жаңа піскен нан мен қара шайдың иісі басып кетті. Бүгін жұмыстан қыздармен шағын отырыс бар еді, деді ол дастарханға бауырсақ қойып жатып. Фирманың туған күн сияқты, мейрамханаға барамыз. Мен бір тілім нанға қаймақ жағып жатып, иығымды қиқаң еткіздім. Қай мейрамхана, дедім мен, осынша дайындалатындай. Қала орталығындағы жаңа ресторан, деді ол даусы жарқын шығып. Самал деген, қымбат сияқты, бірақ бастықтар төлейді ғой, тағы да қымбат жерлер. Соңғы айларда оған бәрі ас сияқты. Әдемі киім, суреттер, желдегі парақша, бәрі мінсіз болу керек. Ал мен ай сайын жалақыны есептеп, жалдамалы пәтердің ақысын шығарам. Ол телефонын үстелге қойып, экранда қайта-қайта көз тастап қояды. Топтағы қыздар бірігіп жазып жатқан сияқты, күлкі белгілері шығып қояды. Мен байқамағансымай шайымды ұрттадым. Кешке өзім барам да, деді ол. Қайтарда сен алып кетесің бе? Түнде таксимен жүрген ұнамайды. Алам ғой, дедім. Қай уақытта? Шамамен 11-лерде, деді ол ойланып. Анығын кейін жазармын. Жуынатын бөлмеден феннің ызымы естілді. Ол жама көйлегін киіп көріп жүр. Мен залда диванға жайғасып, теледидар қосқандай болдым да, шын мәнінде телефон шұқылап отырдым. Менің өмірімде жаман емес қой. Жұмысым бар, денсаулығым бар, жанымда сұлу әйелім отыр. Сонда неге бір түрлі мазасыз сезім кетпейді? Түске қарай ол бөлмеден шыққанда, мүлде басқа адам сияқты көрінді. Жімішке белін айқындайтын көкшіл көйлек, биік өкше, шашы толқынданып иығына төгіліп тұр. Пішініне сай сөмке, жеңіл иіссу. Үйде жүрген қарапайым Айгерім емес, әлеуметтік желіге омай түсетін, шетелде оқығандай, өзін еркін ұстайтын әйел. Қалай, деді ол айналып тұрып. Жарасып тұр, дедім шынымды айтып. Мына өкшемен жүре аласың ба? Мейрамханада көп жүрмейміз ғой, деп күлді. Сен тек кешке ұйықтап қалма. Түстен кейін ол такси шақырып, есік алдынан асығы шығып кетті. Терезеден қараттырдым. Көп қабатты үйдің ауласында балалар асфальтқа сурет салып жүр. Бір жерде ит үріп жатыр. Айгерім подъезд алдында бір сәтке тоқтап, телефонына бірдеңе жазды да, көлікке отырып кетіп қалды. Үй іші әп-сәтте тынышталып, кеңейіп кеткендей болды. Ас үйдегі тәрелкелерді жудым, бөлмелерді жинап, жуынатын бөлмені реттедім. Радиодан баяу ән ойнаттыр. Осылайша кию, үй, ыдыс, жұмыс. Ал оның өмірінде мейрамхана, әдемі үстелдер, отырыстар. Біз бір үйде тұрғанмен, бөлек әлемде өмір сүріп жүрген сияқтымыз ба? Кешке таман ол бір рет қана хабарласты. Біз енді ғана отырып жатырмыз, деді, шулаған дауыстар арасынан. Сағат 11-ге қарай келсем болады. Дауысы да басқаша, көтеріңкі. Ар жағында көріп жатқан қыздардың үндері естіледі. Мен сағатқа қарадым. Әлі ерте, бірақ ішім бір түрлі тыншымай тұрды. Жарайды, барып сыртта күтемін. Ерте барғаным айып емес, киініп көлікке отырдым. Қаланың орталығына қарай түнгі жарықтар жанып, көшеде көліктер тізіле бастады. Аспанда бұлттардың арасынан айдың жұқа сызығы көрінеді. Қаланың тынысы бөлек. Бір жерде жастар күліп келеді, бір жерде жұптар қол ұстасып, серуендеп жүр. Мейрамханаға жақындаған сайын менің ішкі даусым күшейе берді. Бәрі жақсы. Қарапайым корпоратив қой. Неге жүрегім шымырлайды? Неге дәл бүгін осы кешке байланысты бірдеңе болатындай сеземін? Мейрамхана алдында күзетшілер тұрған. Екі қабатты ғимараттың алдына қызыл жол салынған. Есік жақта шамдар жарқырайды. Ішінен баяу музыка шығып тұр. Көлікті арырақ жерге қойып, есік жаққа беттедім. Сол кезде кіру есігінің жанындағы көрініс мені бірден тоқтатты. Есіктің алдында жімішке, жүдеу қыз тұр екен. Үстінде жұқа ғана, сәл ескірген сұр пальто, аяғында кішкене етік, қолында шағын дорба. Шашы қара, өрілген, ұшы тарқатылып кеткен. Қолын біресе пальтосының жеңіне тығып, біресе дорбасын қысады. Үсті басы таза, бірақ киімі бұл жерге келетіндей емес. Бейне бір ауылдан енді келгендей. Күзетшілердің бірі оған күле қарады. Қарындас, айттым ғой, кіре алмайсың, деді ол даусын бәсем ұстауға тырысып. Қонақ тізімінде жоқсың.
Бірақ мені шақырған, деді қыз дауысы дірілдеп. Маған Айгерім әпке айтты, осы жерге кел деді. Ол осында жұмыс істейді. Бұл сөзді естігенде денем шым ете қалды. Айгерім әпке? Ол қайдағы Айгерім? Мүмкін аттас адам шығар. Қалада қанша Айгерім бар? Бірақ неге жүрегім тағы да тынып қалды? Қыз сөмкесінен бүктелген қағаз шығармақ болды, бірақ күзетші басын шайқады. Түсін қарындас, бүгін жеке шара, іште байлар, бастығы бар, сыйлы қонақтар. Біз кім көрінгенді кіргізе алмаймыз. Өзімді де түсін, бізді де түсін. Кім көрінгенді деген сөз тамақтан ұстағандай болды. Қызға қарап тұрып, өзіме ұялып кеттім. Оның көзінде бір түрлі үміт, қорқыныш, намыс араласып кеткен. Аға, мен алыс жерден келдім, деді ол. Ұялы телефонымның қуаты бітіп қалды. Хабарласа алмай тұрмын. Өтінем, бір рет ішке кіріп, Айгерімді шақырып бере аласыздар ма? Күзетшілер бір-біріне қарады да, біреуі иығым қиқаң еткізді. Біз қазір қайсы Айгерім екенін қайдан білеміз? Іште жүздеген адам отыр. Барлығының мазасын ала алмаймыз ғой. Мен өзімді бөгде бір фильмнің көрерменіндей сезіндім. Аяғым алға баспай, сол жерге қадалып қалдым. Көмектесейін бе? Әлде кіріп Айгерімді ғана алып, тыныш кетіп қалайын ба? Неге әр қадамым осынша ауыр? Қыз төмен қарап, ернін тістеп алды. Көзіне жас толып тұр, бірақ ол жыламауға тырысады. Қолындағы дорбадағы шеті шыққан орамалды байқап қалдым. Бала кездегі өзіміздің ауылдағы көрініс көз алдыма келді. Шешем базардан оралғанда дәл осындай дорбалар әкелетін. Мен бір қадам жақындадым. Қарындас дедім абайлап. Саған шынымен осы жерге кел деп айтты ма? Қыз жалт қарап бір сәт күдіктенгендей болды. Көзінде сақтық бар, бірақ үміт басым. Иә аға, деді ол. Аты Айгерім. Айтты ғой, мейрамханаға келсең, сені өзім кіргіземін деп. Мен оны әпке деп айтамын. Ол бізге көмектесіп жүр. Мына қалада сол кісі ғана бар. Бізге деді. Демек артында тағы да біреу бар. Отбасы. Соларға көмектесіп жүр. Ал мен бұл туралы ештеңе білмеймін. Кеудемде әлде бір қызғаныш па, қорқыныш па, түсініксіз сезім қысып тұрды. Ол неге маған айтпады? Менен не жасырып жүр? Қай жақтан келдің дедім. Оңтүстіктен, деді ол қысқа ғана. Ауылдан. Даусы бір түрлі таныс естілді. Диалект емес, интонация ма? Әйтеуір, жүрегін тағы да бір селтете қалды. Күзетшілер менің сұрақтарымды көріп, сабыр сақтағандай, шетке шығып өзара сөйлесе бастады. Сол сәтте мейрамхананың шыны есігі ашылып, іштен жарық пен музыка бөлмені толтырғандай болды. Іште адамдардың күліп сөйлеген дауысы, ыдыс-аяқ сылдырлаған дыбыс, әдемі киімдер, ақ дастархан, барлығы жарқырап тұр. Терезеден көзім шалып үлгерді. Ішкі залдың оң жақ бұрышында біздің үстел сияқты бір үстел бар. Жанында менің әйеліме ұқсас біреудің силуэті көрінді. Жанында өзімнен әлде қайда үлкен, іші сәл шығыңқы, костюм киген ер адам отыр. Ол әлденеге еңкейіп, әйелдің құлағына бірдеңе айтып жатыр. Ал әйел күліп, қолымен бетін жауып қояды. Жоқ, бұл жай ғана әріптес шығар. Бастық, корпоратив. Басқа не болады дейсің? Бірақ көзім оттай жанып кетті. Қыз дәл менің жанымда тұр. Ішкі жаққа үмітпен қарайды. Бірақ шыныға тек өзінің жүдеу бейнесі ғана шағылысып тұр. Жарайт дедім, өзіме дәлелдегендей. Мен қазір ішке кіріп, Айгерімді шақырып шығарайын. Егер ол сені шынымен күтіп жүрсе, өзі түсіндіреді. Қыздың көзі жанып кетті. Рас айтасыз ба аға? Деді ол. Рахмет сізге. Күзетші мені жіберуге қарсы болмады. Қолымды жай ғана тексеріп, есікті ашып берді. Ішке кіргенде жылы ауа денемді бірден орап алды. Ас үйден шыққан қуырып жатқан еттің иісі. Десерт тұрған үстелден келген тәтті иіс. Әр жерден шығып тұрғандан гүлдердің хош иісі араласып кеткен. Музыка қатты емес, бірақ ырғақты. Адамдардың күлкісі, әңгімесі, құралған бокалдар дыбысы бір үлкен шуды құраттыр. Ол қай жерде отыр? Жаңа көргенім шынымен ол ма? Әлде менің көзіме ғана солай көрінді ме? Залдың ортасынан өтіп бара жатып, өзімді бөтен сезіндім. Қолымда арзан куртка, үстімде жай ғана жейде. Ал айналамда қымбат костюмдер, сәнді көйлектер. Олардың сөйлеген сөздерінен ақ өзге әлем екенін түсінесің. Бизнес, шетел сапарлары, жаңа көліктер. Кенет оң жақ бұрыштағы үстелден оның күлкісін анық естідім. Сол жаққа қарасам, иә, бұл менің әйелім. Кек мен көрмеген, мен білмеген кейіпте. Оның иығына жеңіл ғана ақ шарф тасталған. Көзіне жеңіл бояу жағып, ернін қанық түспен бояпты.
Қасында отырған үлкен ер адамның қолы оның арқасына тиіп кеткен сәтте, Айгерім жалтарып кетудің орнына жай ғана күліп қойды. Екеуі өте жақын отыр, тым жақын. Менің ішімнен бірдеңе үзіліп кеткендей болды. Мүмкін мен қате түсінген шығармын. Мүмкін бұл бастық, ол барлығымен осылай сөйлеседі. Дәл қазір айқай шығарудың, қызғанудың қажеті жоқ. Сыртта әлгі қыз тұр, әуелі соны реттейін. Мен үстелге жақындадым. Айгерім мені бірден байқамай, әңгімесін жалғастырып отырды. Ақырым ғана. Айгерім дедім. Ол селк етіп басын көтерді. Бетіндегі күлкі бір сәтке қатып қалды. Көзінде таңқалыс, кейін әлге бір ыңғайсыздық пайда болды. Сен бе? Деді ол, даусын бәсеңдетіп. Сен неге ерте келдің? 11 болды дедім мен. Өзім де білмедім, уақыт өтіп кетіпті. Қасындағы ер адам мені қызық көргендей қарап шықты. Мынау кім? Деді ол, жай ғана. Бірақ даусының астарында бір салқындық бар. Жолдасым, деді Айгерім. Күйеуім. Күйеуім деген сөзді айтқанда, ернінің ұшы ғана қимылдағандай болды. Ал ер адамның көзінде соңында таныстырдың-ау дегендей кекесін жылт етті. Мен қолымды создым. Ассалаумағалейкум дедім. Нұрболат. Ол да қолын созды. Нұрлан деді қысқа ғана. Танымай қалдым, кешір. Біз жұмыстан туралы көп сөйлеспейміз ғой. Біз деді. Жұмыстан туралы көп сөйлеспейміз. Яғни олар жұмыстан тыста кездеседі. Жүрегім қайтадан шым етті. Сыртта сені бір қыз күтіп тұр дедім мен, әйеліме бұрылып. Айгерім әпке шақырды дейді. Ол бір сәтке түсінбей қалды. Артынша өңі сұрланып, ерні бозарып кетті. Қандай қыз деді сыбырлап. Өзі арық ұзым, ауылдан келгендей дедім. Оңтүстіктен келдім дейді. Сені бізге көмектесіп жүрген жалғыз адамым дейді. Жанымдағы Нұрлан деген ер адам маған қарады да, көзін сығырайтып әйеліме бұрылды. Бұл не сөз деді салқын дауыспен. Қандай қыз тағы? Айгерім орындықтан атып тұра жаздады. Мен қазір келем деді ол, бірдеңені шатастырып тұрған шығар. Ол асығып есікке қарай жүрді. Мен де соңынан ердім. Нұрлан біраз ойланғаннан кейін баяу ғана орнынан көтерілді. Ол да бармақ. Неге? Ауылдан келген кедей қыз оған неге қызық болды? Әлде мен әлі түсінбей тұрған бір байланыс бар ма? Сыртқа шыққанда аяз бетімізді бірден шарпып өтті. Кешкі ауа қыстың иісін алып кеткендей, түнгі салқын қала үстінде қалықтап тұр. Мейрамхананың алдындағы шамдар жарығы әлгі қыздың жүдеу жүзін одан сайын айқындап көрсетіп тұр. Ол әлі сол жерде тұр екен. Пальтосының жағасын қымтап алған, бір орында елегізіп басын изей береді. Бізді көрген кезде көзі жайнап кетті де, бір қадам алға шықты. Айгерім әпке деді ол, қуаныштан даусы шығып. Сен шынымен? Ол сөзін аяқтай алмай қалды. Өйткені Айгерімнің жүзі онша қуанышты емес еді. Керісінше, ыңғайсыздану, қорқыныш, ашу араласқан. Сен неге осында келдің деді Айгерім, сыбырласа да, даусында қаттылық бар. Мен саған ертеңге қалдық дедім ғой. Бірақ сен өзім айттың ғой деді қыз, даусы дірілдеп. Самал мейрамханаға кел, біраз сөйлесеміз дедім. Телефоның сөндірулі болды. Мен жолға шыққанмын. Кешір әпке, мен басқа қайда барамын? Қыздың әр сөзінде шарасыздық сезіледі. Ол шын мәнінде осы жерге үлкен үмітпен келген. Ал алдынан көкірегі ояу қала адамдар емес, жабық есік, салқын қабақ қарсы алды. Сол сәтте артығымыздан шыны есік тағы да ашылып, іштен Нұрлан шықты. Үстіндегі костюмының өңірін тартып қойып, айналаға бір көз тастады. Көшедегі шамдар оның бетіне түсіп, қырларын айқын көрсетті. Көздерінде үйреншікті салқындық, өзіне сенімділік бар. Қыз оны көрген сәтте денесі шымыр ете қалды. Көзін уыстап алғандай, бір сәтке сенбей тұрды да, кенет алға бір қадам басты. Оның ернінен бәсең ғана сөз шықты. Әке, сол сөз ауада қатқандай болды. Күзетшілердің бірі бізге, бірі Нұрланға таңқала қарады. Менің өзім де қозғала алмай қалдым. Әке ме? Қалай әке? Бұл кімді әке дейді? Нұрланды ма? Әлде ол қате айтып тұр ма? Нұрланның жүзі сол сәтте өзгеріп кетті. Бұрынғы салқын, сәл паң кейіп бір сәтте жоғалып, көзінде таңқалыс, кейіннен танысты дерлік әлде бір жалт етті. Ол қызға жақындады да, мұқият қарады. Қыздың бетінде біреуге ұқсастық бар еді. Көзінің пішіні, иегінің сызығы. Сен, деді Нұрлан, даусы тұтылып. Сенің атың Мерей, деді қыз сыбырлап. Анам айтты ғой, егер сені бір күні көрсем, қорықпай шын атымды айт деді.
Осы жерде ішімнен біреулі тыныштық өтті. Мерей, бұл атты мен естігенмін, баяғыда, бір рет, жай ғана өтіп кеткен әңгімеде. Айгерімнің көзі шарадай ашылып, ернін тістеп алды. Ол бір сәт қызға, бір сәт Нұрланға қарады. Қолдары дірілдеп кетті. Жетер, деді ол ақыры. Мұнда бұлай сөйлесуге болмайды. Неге болмайды? Деді қыз күтпеген жерден батыл дауыспен. Сендер жылы жерде, жарық залда отырасыңдар. Ал біз ауылда әлі сол ескі үйде тұрамыз. Анам ауру, дәрге ақша жоқ. Сен айттың ғой, бәрін шешемін, көмектесемін деп. Сосын үндемей кеттің. Мен сенімді күттім. Бүгін кел дедің. Ал мына ағалар мені кіргізбейді. Неге? Мен сенің ұятымын ба? Қыздың даусында жиналған өлем сияқты ашу мен өкпе бар еді. Айналадағы адамдардың назарлары бізге ауса бастады. Кейбіреулер шыны есік жақтан қарап тұр. Нұрлан күрсініп қолын маңдайына апарды. Айгерім, деді ол, ауырынмен. Бұл не деген сұмдық? Сен неге оны осылай жібердің? Неге хабарласпадым? Осы сұрақ менің де ішімде жаңғырып өтті. Иә, неге? Неге маған ештеңе айтпастан ауылда бір қызды, бір отбасын күтіп қойды? Ол маған кім? Мен оған кіммін? Мен бұған дейін үндемей тұрған едім, бірақ енді дауысыма ие бола алмадым. Маған біреу түсіндірсін, дедім баяу. Бірақ әр сөзді баса айтып. Бұл қыз сені неге әпке дейді, Айгерім? Нұрланды неге әке дейді? Сендер бұрыннан танысыңдар ма? Сен маған неге ештеңе айтпадың? Айгерім басын изеп, бірдеңе айтпақ болды, бірақ дауысы шықпай қалды. Қыз бізге таңырқай қарады. Аға, деді ол маған. Сіз Айгерім әпкенің күйеуі емессіз бе? Оның емессіз бе деген соңғы буыны жүрегіме қайшы сияқты қадалды. Ол өзі сенімді емес. Демек, үйде біз туралы көп естімеген. Неге? Егер Айгерім біз туралы шын жүректен айтса, бұл қыз мені жақсы білер еді. Неге айтпады? Иә, дедім ақырында. Мен оның ресми күйеуімін. Қыз бір сәтке үнсіз қалды да, сыбырлап қана. Онда сіз бәрін білетін шығарсыз деп ойлап едім, деді. Ол бізге басқа әңгіме айтатын. Нұрлан кенет тік тұрып, даусын сәл көтерді. Кеттік ішке, деді ол. Мұнда адамдар қарап тұр. Ішкі бөлмеге өтейік. Барлығын сонда талқылаймыз. Мен ішке кіре алмаймын, деді Мерей. Мұналар кіргізбейді. Осы сөзден кейін Нұрлан күзетшілерге бұрылды. Ол менің қонағым, деді қатқыл дауыспен. Осы сәттен бастап ол мұнда кімді қаласа, сонымен бірге кіре алады. Күзетшілер бірден шегініп, есікті айғара ашты. Мен дәл сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Осы есіктің ар жағында, осы кештің ішінде менің бұрынғы өмірім жоқ. Ол қазір көз алдында қирап, басқа, белгісіз дүниеге айналғалы тұр. Және мен бәрін өз көзіммен көруге тиіс едім. Сол сәтте менің өмірім екіге бөлінді. Бізді даяшы ішкі жағындағы кішкене жеке бөлмеге апарды. Бөлменің ішінде ұзын үстел, қабырғасында бір сурет ілулі, бұрышта жасыл өсімдік тұр. Терезесі жоқ, бірақ төбедегі жарық жылы түс береді. Тек біздің тынысымыз естіледі. Мерей есік жақта қысылып тұрып қалды. Жүдеу пальтосын шешпей, дорбасын кеудесіне қысып алған. Айгерім үстелдің шетіне отырып, қолын бір-бірімен айқастырып алған. Нұрлан бөлменің ортасында тұр. Қолдарым шалбарының қалтасына соғып, бір нүктеге қарап қалған. Мен есік маңында бәріне жартылай бұрылып тұрмын. Іште ауа ауыр. Әркім бірдеңе айтқысы келеді, бірақ ешкім бастауға батпайды. Ақырында қыз шыдамады. Апаң айтты ғой, деді ол, Айгерімге даусы дірілдеп. Ол сенен үлкен, саған қамқор болып жүр, деді. Қалада оқып жүр, жақсы жерде жұмыс істейді, бізді ұмытпайды, деді. Мен сені сондай мақтан ететінмін, суреттерінді көрсететін, сенің әдемі көйлектерінді көргенде, осылай өмір сүруге болады екен ғой дейтінмін. Ал сен мені мына жерге шақырып алып. Оның сөзі үзіліп қалды. Көзінен жас шығып, ернін тістеп әкетті. Мен жанымды қоярға жер таппадым. Кешір, деді Айгерім ақанда. Мен бәрін басқарам деп ойладым. Бірақ не, дедім мен, шыдай алмай. Неге айтпадың? Менің әйелімнің ауылда осындай қарындасы барын неге тек бүгін, мұна жерде, күзетшінің жанында естуім керек? Айгерім маған тік қарай алмады. Мен саған өткен өмірім туралы толық айтпадым, деді ақырында. Ашығын айтуға қорықтым. Өткен өмірім туралы дедім. Мен сені студент кезінде тандым. Сен өзіңді қалада туып өскен, жалғыз басты анамен тұрған қызбын дедім. Ауыл туралы, қарындас туралы ештеңе айтпадың. Сол жалғыз басты анасы менің шешем, деді Мерей кенет.
Тек сенің алдыңда олай таныстырмаған шығар. Бұл сөз мені бір сәтке тоқтатып қойды. Қалайша? Демек, оның анасымен айтқан шешесі бір адам. Тек маған бәрін басқа қырынан көрсеткен. Нұрлан ауыр күрсінді. Жарайды, деді ол. Мен бастайын. Себебі бұл жерде ең көп кінәлі мен болуым мүмкін. Ол үстелге жақындап, бір орындықта жайлап сүйреп отырды. Жүзі шаршаңқы, иегі сәл қалтырап тұр. Көп жыл бұрын, деді ол, мысқылсыз, жай ғана баяндап. Мен оңтүстіктегі бір ауданға жұмыс бабымен жиі баратынмын. Сонда базарда істейтін бір әйелмен таныстым. Әдемі, тік мінезді, екі қызы бар екен. Үлкені Айгерім, кішісі Мерей. Бұл сөзден кейін бөлмеде бәрі кілт тоқтап қалғандай болды. Менің ойым шыр көбелек айналды. Яғни, дедім, әзер тіл қатып. Сен екеуінің... Мен олардың әкесімін, деді бол. Азаматтық жағынан танымаған, бірақ шын мәнінде солай. Айгерім көзін тарс жұмып алды. Мерейдің ерні дірілдеп кетті. Сен неге бізге ол туралы толық айтпадың, деді. Қыз жанын қоярға жер таппай. Сен бізді көргенде үнемі таныс адаммын деп жүрдің. Анамды әпке дейтінсің. Мен сені өз әкем деп ойлап көрмеппін де. Бүгін ғана анам шыдап тұра алмай, енді бәрін айтамыз. Бұлай жүре беруге болмайды, деді. Ұзақ үнсіздік орнады. Бөлмедегі сағаттың тықылы естіле бастады. Менің ішімнен әлде бір шындықтың сынықтары бірге бастады. Демек, Айгерім маған өзі туралы жарты ақиқатты ғана айтыпты. Ол оңтүстікте өмір сүрген, ауылда тұрып, базарда істеген. Осы Нұрлан арқылы қалаға келген. Ал мен оны мұнда өзі келген, өзі оқыған, бәріне өз күшімен жеткен қыз деп қабылдадым. Менімен танысқанда, дедім баяу, сен осының бірде-бірін айтпадың. Айгерім көз жасын сүртіп маған қайырылды. Сол кезде мен ауылдан әлі толық ажырамаған едім, деді. Нұрлан аға бізге көмектесті. Пәтер жалдауға, оқу ақысына. Сол үшін мен өзімді әлсіз сезіндім. Қаладағы достарының алдында ұялатынмын. Сен маған шын көңіліңмен жақындаған кезде, осының бәрін айтып, сені жоғалтып аламын деп қорықтым. Ал қазірше, дедім. Қазір неге айтпадың? Үйленіп бірге өмір сүргенімізге бірнеше жыл болды ғой. Осы уақыттың ішінде бір ретте ашылып айта алмадым ба? Ол иығын көтеріп қайта түсірді. Бір жалған сөздің үстіне тағы бір жалған сөз жамала берді, деді. Қашан тоқтатуды да білмей қалдым. Әр жолы кейін айтам деп жүріп, міне осылай жардың шетіне келдік. Мерей бізге көз жасын жасырмай қарады. Ал бізше, деді ол. Біз ауылда анаммен бірге әр күнімізді санап өткіземіз. Сен біздің жардың шетінде екенімізді білесің бе? Қыста көмір таппай, жазда жұмыс іздеп жүргенде, сен осы жылы бөлмелерде отырдым. Анама жіберетін ақшаңды бізге көрсетіп, сонымен мақтандың. Ал мына күйеуім, ол маған қарады. Ол сенің кім болғаныңды білмей, сені өз деңгейіндегі адам деп ойлап жүрген. Осы сөзді естігенде ұялу, ашу, өкпе, аяушылық бәрі араласып кетті. Мен шынымен оны өзіме тең деп ойладым. Тіпті кейде өзімді төмен сезінетінмін. Ал ол іштей, мен басқа әлемненмін деп жүрген сияқты. Осы ой маған қанша рет түнде маза бермейді. Нұрлан орнынан тұрды. Мен өз кінәмді білем, деді. Баяғыда қорқақтық танытып, сендерді заңды түрде мойындамадым. Енді соның салдары. Бірақ бір өтінішім бар. Менің кінәм үшін бір-бірінді жек қоймаңдар. Ол маған қарап, Нұрболат, деді. Сенің алдында да кінәлімін. Себебі мен сенің әйеліңнің өткенін біліп тұрып үндемедім. Оған еріне айт, дедім. Бірақ өзінде оның қорқынышын пайдаланып жасыра бердім. Неге, дедім. Неге үндемедіңіз? Неге мені осылай ақымақ қылып қалдырдыңыз? Мен де қорықтым, деді ол қарапайым. Бұл әңгімені ашсам, ол менен де толық кетіп қалады деп ойладым. Толық кету деген сөзді естігенде кеудемде найзағай жарылғандай болды. Яғни сендер, дедім, денем қалтырап. Сендер біздің үйленгеннен кейінде араластыңдар ма? Айгерім жылаған жүзін жасыра алмады. Басында тек жұмыс ретінде, деді. Кейін ол сөзін жалғастыра алмады. Көзіме тура қарай алмай төмен қарады. Бұл үнсіздік сөзден де ауыр еді. Демек мен ойлағандай ешқандай корпоратив жоқ. Бұл Нұрланның рестораны, бұл оның шақыруы. Ол оны бұрыннан біледі. Мен бүгін ғана түсініп тұрмын. Мен неше уақыттан бері біреудің көлеңкесінде өмір сүріппін. Бөлмедегі ауа салқындап кеткендей болды. Терезе жоқ болса да, бір суық жел үрлеп өткен сияқты. Мен саған сатқынды жасағым келмеді, деді ақырында Айгерім. Бірақ өткен өмірімнен осы байланыстан шыға алмадым. Нұрлан ағаға да кінә артамын, өзіме де.
Енді бәрі бычыты шықты. Оның бычыты дегені менің ішкі дүнием еді. Мен орындықтан тұрып, бөлменің бір шетіне барып қабырғаға сүйендім. Не істеуім керек? Айқайлау ма? Орындықты лақтыру ма? Жылау ма? Жоқ, мен ондай емеспін. Мен тек үнсіз ішімнен қираймын. Мерей маған жақындады. Аға, деді жай дауыспен. Егер бірдеңе десем, ренжімеңіз. Бірақ сізге бәрін білген дұрыс сияқты. Өйткені өтірікпен өмір сүру өте ауыр. Оның сөзінде өзіндік ауыр тәжірибе бар екенін сездім. Ол да жылдар бойы шындықты білмей, әлдекімдерді көрші аға, таныс кісі деп жүріп, күні бүгінге дейін әкесінің кім екенін білмей келген. Мен басымды изедім ғана. Иә, ауыр. Бірақ мүмкін, бұл кеш мені ояту үшін керек шығар. Қанша рет көзімді жұмдым, қанша белгіге мән бермедім. Енді бәрін естіп тұрмын. Енді көзімді жұмсам да, көргенімді ұмыта алмаймын. Бөлменің ішін тағы да тыныштық басты. Әркім өз ойымен арпалысып отыр. Тек сырттан сәл-пәл музыка дыбысы естіледі. Онда біреулер билеп, күліп жүр. Ал мұнда бір отбасының, тіпті екі отбасының тағдыры шешіліп жатыр. Сол кештен кейін бәрі тез өзгеріп кетеді деп ойласам да, шындық олай болмады. Өмір деген сериал емес екен. Бір серияда түйінделіп қалмайды. Әр кейіпкер өз бетінше шешім іздеп кетеді. Бөлмеден шыққан соң, мен басымды салқындатып алу үшін сыртқа қайта шықтым. Аспанда жұлдыздар сирек қана көрінеді. Қаланың жарығы бәрін басып тастаған. Мейрамхананың алдындағы баспалдақта тұрып, терең дем алдым. Енді не істеймін? Қазір кетіп қалсам ба? Оны осында қалдырып, өз өмірімді бөлек бастасам ба? Әлде соңына дейін тыңдап, бір мәмлеге келуге тырысайын ба? Бір жағынан жүрегім өртеніп тұр. Қадай ғана болмаған осынша уақыт бойы ашық болмады. Неге маған сенбеді? Екінші жағынан, көз алдыма ауылдағы үй, аулада отырған ауыр науқас ана, қасында жүрген кішкентай кезінде тұңғыш рет қалаға келген Мерей елестеді. Олар ештеңеге кінәлі емес қой. Қалтамдағы телефон дір етті. Хабарлама келді. Айгерімнен. Кешір, сөйлесейік, өтінем, қашып кетпе. Мен иығымнан басқан ауыр сезімді ішке қарай тартып, тағы да бөлмеге кірдім. Бұл жолы есікті жай аштым. Іште үшеуі отыр. Әрқайсының жүзі басқа. Мерейдің көзі ісіп кеткен, бірақ бетінде бір шешімді адамға тән беріктік пайда болған. Нұрланның иығы түсіп кеткен, тіпті жасы бірден үлкейгендей. Айгерім болса, бұрынғы паңдығынан айырылып, кішкентай қыздай ғана болып отыр. Мен орындыққа жай отыра кеттім. Көзім Айгеріммен түйісті. Мен бүгін үйге сенсіз де бара аламын, дедім сабырмен. Егер қаласаң, осында қала бер. Бірақ алдымен мына қыз туралы, анасы туралы не істейтініңді шешіп ал. Нұрлан басын көтерді. Мен оларға көмектесем, деді. Енді ешқашан қашпаймын. Заң жүзінде де, адам ретінде де мойындаймын. Бүгіннен бастап бәрін өзгертемін. Оның даусы сенімді шыққанымен, тек уақыт қана көрсететінін ішім сезді. Адам бір сөзбен бәрін өзгерте алмайды. Бірақ айтылмай жүрген шындықты мойындау үлкен қадам. Мерей кішкентай ғана жымиып, бірақ көз жасы тағы да жылтырап шықты. Анам сенен осы сөзді қанша жыл күтті, деді ол. Бірақ бұл әңгімеде бір ғана сен емес, басқалар да бар. Барлығымызға ауыр. Ол маған бұрылды. Аға, мен сізден бірдеңе сұрасам бола ма, деді. Сұра, дедім. Егер бір күні әпкем сізбен бірге қалмаймын десе, оған ренжімеңізші. Өйткені ол да адам, қателесті, жасырды. Бірақ мен оның іште қанша қиналғанын да білемін. Ауылға келген сайын ол қаланы сағынатын, қалаға кеткен сайын ауылды сағынатын. Екі өмірдің арасында жыртылғандай жүрді. Бұл сөз жүрегінде тағы да уақыт тастардай уатты. Е, мен оны да түсінемін. Ол өзі таңдамаған жағдайлардың ортасында қалып қойды. Бірақ сол үшін менің де сезімдерім, менің де уақытым, менің де арманым бар еді ғой. Айгерім көз жасын сүртіп, маған жақындады. Нұрболат, деді, дірілдеген дауыспен. Егер сен қаласаң, мен сенімен ажырасуға дайынмын. Сен ештеңеге міндетті емессің. Бірақ бір нәрсені ғана біл. Мен саған алғаш кездескенде, сені әдейі алдағым келмеді. Тек өзімді басқа адам етіп көрсеткім келді. Сол образдың ішінде қалып қойдым. Сені жақсы көрмедім демеймін. Керісінше, саған үйреніп, сенімен бірге тынышталып қалдым. Амал не? Өз өткенімнен қашып құтыла алмадым. Оның әр сөзі менің ішімде жаңғырып, түрлі жауап іздеді. Қазір мен не десем де бұл сәтті ұмытпаймын. Тіпті кешірсем де ішімде із қалады. Ал кек сақтасам, өзімнің адамдығымды жоғалтатын сияқтымын.
Мен орнымнан тұрып, терең дем алдым. Ажырасу туралы бүгін шешім қабылдамаймын дедім. Бұл шешім ашумен айтылмауы керек. Бірақ бүгіннен бастап мен өтірікпен өмір сүре алмаймын. Бізге уақыт керек, саған да, маған да. Мүмкін сол уақыттан кейін әрқайсымыз өз жолымызбен кетерміз. Мүмкін бір ғажайыппен бәрібір бірге қаламыз. Бірақ бір нәрсе анық. Сен бүгін маған алғашқы рет өзіңді шын көрсетіп отырсың. Айгерім басын изеді. Көзінде үміт пен қорқыныш араласқан. Мен дайынмын деді. Не десең де көтеремін. Нұрлан орнынан тұрып, бүгінге осы жеткілікті шығар деді. Мерей, сені қонақ үйге орналастырайық. Ертең анаңмен сөйлесеміз. Барлығын ретке келтіруге тырысамыз. Қыз басын изеп, шаршаса да, іштей жеңілдегендей көрінді. Бөлмеден бір-бірімізден алыстап шықтық. Дәлізде әркім әр жаққа кетіп бара жатқандай сезілдім. Бірақ бір ортақ нәрсе бар еді. Бүгін айтылған шындық бізді енді ешқашан бұрынғы адамдар етіп қалдырмайды. Мейрамханадан шыққанда сол кедей қыз енді мен үшін беймәлім адам емес. Нақты есімі, нақты тағдыры бар Мерей. Тағы да баспалдақта бір сәт тоқтады. Маған қарап, аға деді. Сізге де оңай емес екенін түсінемін. Бірақ бір нәрсе айтайын. Егер жүрегіңізде мейірім қалса, әпкемді мүлде жаман адам деп ойламаңыз. Ол да бұл кешке оңай келген жоқ. Мен басымды изеп. Сен де оны толық ақтама дедім. Екеуміздің арамызда не болғанын біз ғана білеміз. Бірақ сенің анаң мен сен маған бөтен емессің. Егер қолымнан келсе, көмексіз қалдырмаймын. Қалғанын уақыт көрсетеді. Қыздың көзі тағы да жасқа толды. Рахмет деді. Тым құрса бір адам бізді түсінуге тырысатынына қуаныштымын. Осы сөзді естігенде кеудемдегі қатты тас сәл-пәл жеңілдегендей болды. Үйге қайтып бара жатқан жолда қала шамдары көз алдында созылып бара жатты. Бағыт шамдары, жарнама тақталары, дүкендердің жарығы, бәрі бір-бірінен өтіп, көзіме бұлдырақ қана көрінеді. Радиодан баяу ән ойнап тұр, бірақ мен тыңдамаймын. Бүгінгі кеш менің өмірімді өзгертті. Кедей қызды мейрамханаға кіргізбегені әділетсіздік сияқты көрінген, бірақ дәл сол әділетсіздік менің көзімді ашты. Егер күзетші оны кіргізбей қоймаса, мен бұл шындықтың бір бөлігінде білмес едім. Мен әйелімнің өткенін, Нұрланның қорқақтығын, өзімнің де соқырлығымды білмей жүре берер едім. Пәтерге кіргенде үй бос еді. Айгерім әлі оралмаған. Мен жарықты қостым да, бірден ас үйге бардым. Шәугінге су құйып плитаға қойдым. Су қайнағанша, үстелге отырып қолымды қусырып төмен қарадым. Ас үйдегі шамның сары жарығы үстел үстіндегі дақтарда айқын көрсетіп тұр. Бір жерде шай төгіліп, сүртілмей қалған, бір бұрышта тұздың ұсақ түйірлері шашылып жатыр. Бұрын мұндай ұсақ түйекке мән бермейтінмін. Енді әр дақ, әр сызық көзге түседі. Су қайнағанда бір кесе қара шай жасап алдым. Қан салмай іштім, дәні ащы, тілдім ұшын қарып өтті. Мен енді не істеймін? Ертең не болады? Телефон үстелде қалтырап, экранда жаңа хабарлама жанып тұр. Айгерім жазған. Үйге бара жатырмын. Қорықтым. Бірақ қашпаймын. Ертең сөйлесейік. Қаласаң, бүгін де сөйлесеміз. Есікті жаппай қойшы. Мен бір сәт ойланып тұрдым да жауап жаздым. Есік ашық, бірақ бүгін дауласпайық. Үндемей отырып шай ішкім келеді. Егер қадасаң, жай ғана отыр. Жіберген соң терең дем алдым. Мүмкін біз шынымен ажырасып кетерміз. Мүмкін уақыт өте келе кешіретін шығармын. Мүмкін екеуімізге де бөлек кеткен дұрыс болар. Бірақ бір нәрсе анық. Мен енді ешқашан сыртқы жылтыраққа ғана сенбеймін. Адамның үстіндегі көйлегіне, отырған мейрамханасына емес, ішіндегі шындығына қараймын. Есік сарт етіп ашылып, дәлізге таныс аяқ киімнің дыбысы естілді. Мен басымды көтермей отырдым. Бірнеше секундтан соң ас үйге баяу қадамдар жақындады. Айгерім есік жақта тоқтады. Үстіндегі әдемі көйлегі әлі сол, бірақ жүзі мүлде басқа. Бояуы қожырап, көзі ісіп кеткен. Қолында бір пакет ұстап тұр. Мен саған тәтті алып келдім, деді ол ақырын. Бүгінгі кеш бізге ауыр болса да, бір кезде бәрі жақсы болатын күндер үшін. Оның даусы дірілдеді. Мен кесе түбінде қалған шайға қарап отырып, ішімнен ғана жауап бердім. Кім біледі? Бәлкім бір күні бәрі расымен жақсы болар. Бірақ ол жақсылық бүгінгідей өтіріктің арасынан шықпауы керек. Ол тек шындықтың, ауыр болса да, бетке айтылған шындықтың арасынан туы тиіс. Мен оған қарап, қой, тәттісін қоя тұр, дедім тыныш қана. Алдымен үнсіз отырып шай ішейік. Бүкіл өмірімізді сөзбен емес,
Қазірден бастап жасаған ісімізбен өзгертейік. Ол үнсіз басын изеп қарсыма отырды. Ас үйде үнсіздік орнады. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдай емес еді. Бұрынғы үнсіздік жасырылған сөздерге толы болатын, ал бүгінгі үнсіздіктің астарында ең болмаса шындық бар еді. Жаңа өмірдің алғашқы минуты сол түнгі ас үйдегі ауыр тыныштықпен басталғанын мен ешқашан ұмытпаймын.